Авторлық құқық деген ол сол орындаушылар құқығын қорғауға бірден бір бел шешіп кіріскеннің бірі өзім болатынмын. Сол заңның күшіне кіруіне әсер еткен көп адамдар болса, соның бір ретінде мен өзімді атай алам. Оған да біраз еңбегім сіңді. Өйткені авторлық құқық қорғалмай, ол сала дамый алмайды. Ал бүгінгі таңда оның қалай қорғалып жатқанын мен онша жақсы білмеймін. Оған да өте білімді, белді кәсіби мамандар қажет. Және ол мамандар міндетті түрде елін сүюі қажет. Өзінің өнерін бағалауы қажет. Ондай қоғамдар бірнеше болып ашылды. Қазір олар қандай жұмыспен айналысып жатқанынан бейхабармын, өкінішке орай. Менің ең басты дүнием ол сол заңның кіруіне себеп болушы еді, себеп болу керек болатын. Ол туралы мен талай дөңгелек столдар өткізілдік, талай пресс конференциялар өткіздік, демеуатты қоғамда құрдық. Соның бастысы ол заңды орындаушылық құқықты заңға кіргізу болатын. Ол заң ретінде кірді, мен өз миссиямды орындадым деп есептеймін. Мен заңгер емеспін. Менің дипломым бар, юрист ретінде мен институт бітірдім, тағы екінші институт. Бірақ мен өзімді заңгермін деп есептемеймін. Және оның бәрін бір адам үлгеруі мүмкін емес. Оның бір кәсіби мамандары әрі қарай оны дамытуы қажет.